57 жастағы банкир жоқ пәтерлерді сатқан. Алматыда полицейлер жоқ пәтерлерді сатқан 57 жастағы банкирді ұстады. Тергеу барысында әйел өзін екінші деңгейлі банктердің бірінде жұмыс істеймін, кепілге қойылған мүлікке жауаптымын деп таныстырған. Осылайша ол Алматыда жоқ пәтерлерді сатқан. Күдіктінің алаяқтықпен айналысқаны полицияға бірнеше тұрғын арыз жазғаннан кейін белгілі болды. Күдікті 2012-2013 жылдары заңға қайшы әрекеттерге барған. Ол өзін банк қызметкері ретінде таныстырып, пәтер беремін деген сылтаумен адамдардан ақша талап еткен. Алдын ала төлем пәтердің шаршы метріне байланысты болған. Мысалы, күдікті 3 бөлмелі пәтерге $70 мың, 1 бөлмелі пәтерге $17 мың алған. Ақшаны алғаннан кейін іскер әйел байланысқа шықпаған, дейді Алматы қалалық полиция департаментінің тергеу басқармасының басшысы Мұхаммедәлі Сейсенұлы. Оның айтуынша банкир әйел қамауға алынған. Тергеу жалғасып жатыр.